Аяңдаса тымақты алшыдан салғызып, желсе желідей естіріп, шапса құйындай ұшатын, қашағанды шөбін жұтқызбай қағып түсетін бедеу торыны ендігі көште Күнікей тағы мініп шыққанда, өз сыбағасына өзі құлдық ұратын құлауыздар көлденеңнен көз салып, шекердің қызы мынау өнерімен әкетті-ау, әйтпесе кедейдің тақымына сыятын жануар емес еді десті. Дей берсін, Күнікейге торы бедеу тақымына басқан атынан бір кейін емес. Күнікей енді жылқы келгенде жүгенін алып өзі жүгіреді. Жүгендерде сағынып қалғандай мойнынан құшақтап аялайды, жіберерде бас арқасын сипап, мамық алақанымен қабырғаға қағып қояды. Ұлы дүсір жарыс болмаса, анау-мынаумен жарбаңдасып шашпайды. Қашаған қуып қинап тастама деп күркесіне келе бергіш Домбайға да тапсырып қойды. О да айтқанын қылып жүрді. Ат шоңқайдан асқан соң немене? Шаңды, сарапаң, Қызылқұдыққа қарай құлап кеткендей демде барып қаласың. Қызылқұдықтан көшіп, Әулиетастың дөңінен асқан соң қарсы алдыңнан жарқырап Майсор көрінеді. Майсордың құлағына бір түнеп малды шалғынға шеміршектетіп алып, қалың қаулы, жаулышалы, жоңышқалы, бетегелі бұйратпен белден бел асып отырып, шақшаң адырының түбінен шідертіге қылт ете түсесің. Жердің бәрі Күнікейдің кеудесінде сайрап тұр. Бәрі де бала жасынан бері қозы қуған, бұзау қайырған, тезек терген, ән салған, ат ойнаған, асыр салған танымал жерлері. Жолшыбай Күнікей қыздармен бірге жарысып, төбе-төбеден тарғыл жуа терді. Бозбалалармен ілесіп қоян қуып, Құлболдының басына да шықты. Қызылқұдықтың көшкен күні Тыржықайдың қызына бір шәукестеу Байтал кез келер ме? Мініп жүре бергенде Байтал аяғын бір көтеріп еді, қобалақ сорлы жалп ете түсті. Байтал ер-тоқымды бауырына ала сартылдатып, Қызыладырға қарай құйрығын тігіп алып, шығандап жөне берді. Күнікей атына мініп дайын тұр еді. Байталды қуып берді. Bir талай ұзап кеткен Байталға үкідей ұшып барды да жетті. Қайырмалады, болмады, құйрықтан алды, тоқтата алмады. Содан кейін қабырғалай беріп, Байталдың тізгінінен шап беріп ұстап алып қайтты. Артына Мұсатай да шауып келеді екен. Тағы бір екеуі әр жерде шашылып қалған ер-тоқымды жинап жүр. Мұсатай келіп: «Әй, қарағым-ай, сен бірдеңе боласың ғой, әкеңнің көсегесін көгертер едің, әттең ұл боп тумадың, не керек? Сенен мынандайын аяған Құдайды да тәйір алсын» деп қалжыңдаған болды. «Кет көргенсіз, жоқты айтпай» деді. «Жатқа қор қылмайтын бал едің, не керек? Кей қуат, жаман тұяққа қор боласың» деп келе жатқанда Күнікей мырс етіп: «Жаның ашиды екен ғой» деді. «Ашмай енді, жаным ашқандықтан айтып жүргем жоқ па?» деп баяғысын тағы қауратты. Күнікей өп-өтірік түсінбегенсіп: «Неменені?» деп шешесі құсап, көзін төңкеріп қылмысып Мұсатайдың бетіне қарады. Мұсатай кәдімгідей бас-алқа айтатын адам сияқтанып, алақанын жайып, басын шұлғып: «Тым болмаса оң жақта дәурен сүріп, қызық көріп қалсайшы, жастық екі айналып келер деймісің, өстіп бұлғақтап жүре берем деймісің, осы күні деген шағың. Жастың тілеуі бір, жібектің түйіні бір» деп сүре сөзге салып бара жатқан соң Күнікей күліп: «Мен бір жөні түзу сөз айтама деп келе жатсам, баяғы қаратауың ба? Ондайыңды бізден өзгеге айт, шырағым» деп бірдеңенің шетін сездіріп тежеп тастады. Мұсатай оған да тоқтамады. Анау көпке жетпей тұрып, бір сөз алып қалуға асығып тікесінен: «Бүгін түнде барамын, бұқайсың деп жүрме?» деп көзін қысып қойды. Күнікей: «Демінің сағын?» деп ернін шығарды. Күнікей: «Енді өзің білесің» деп Мұсатай қылмаңдап, қиқаңдап еді. Күнікей: «Бізді тәлкектеп не қыласың? Қатышыңды айналдыра бер» деп сөздің бетін ашты. Мұсатай абдырап: «Қашан мен қатыш?» деп келе жатқанда ер-тоқымды жинаған жігіттер де ұшырасып, Мұсатай есек дәмелі боп қала берді. Қатыш Тұрғанбайдың қырық қайтпас сары қыз еді. Мұсатай да одан сау емес екенін Күнікей неғып білмесін. Ауыл Майсордың құлағына былқылдаққа қонды. Байдың төрт ауылы ығы-жығы, бықыр-бықыр, төрт түлік көк майсаға көміліп, бырт-бырт жолып, бырылдап жусатып жатыр. Лек-лек балалар жарысып, шуласып, құрақтан жұмыртқа алуға, қоға тартуға Майсорға кетіп барады. Еркектер бие қуып, құлын ұстап, әйелдер жаппа күркесінің алдына бықсытып от жағып, самаурынын шайнектеріне шай қайнатып жатыр. Қыз-келіншектердің кейбірі суын әкеліп, кейбірі жолда дем алып, шелектерін қолдасып, ән салысып жаңа бара жатыр. Жалғыз-ақ Құлтума сияқты қойшылар көрінбейді. Өзгенің бәрі көк шалғынға аунап кенелуде.
масайрауда. Таң атқалы оразасын ашпаған ел шайларын ышқына ұрттап, маңдайдан сорғалаған терілерін алақанның қырымен сыпырып тастап, бойы жадырап көйлектерін желпіп, қарындарын ашып, борбайын қасып күркесінен шықты. Мынау атты, анау өгізді жіберу керек екен ғой деген тәрізді көзінің іріңі шоқпардай болған шал түйеші Жаманай да байдың түйелерін жіберіп, одан бір түйеге мініп, ауыл-ауылдың түйесін қайырып, майсордың көкпеңіне апарып салып, жайрап битін қарап отырғалы, шөк бұлай деп сар желіп сойылдап жүр. Жалғыз жарым мал көздеген қоңылтақ кедей шалдар, бұзау көздеген ұршық ерген кемпірлер, немесе тізе қап байлаған бір балағы салпылдаған биешілер болмаса, өзгенің бәрі біраздан соң қымызға қанып, күркір кекіріп, қарнын сипап, итарқа, шаңырақ салма, жүк күрке, арба күркелерінің астына кіріп манаурады. Жұлдыз жаман итарқасының күн жағын жауып, кимешегін қайырып, білтеленген бұрымдары сексейіп, күркесінің аузын жағына шекер де қисайды. Таш Жұматай байдың биесін сауғызады. Құлтыма келуге қашан? Апасының ірге жағына бурансо жастыққа Күнікейде жантайды. Күні бойы атқа шауып, күрке тігіп, жүк тасып, су әкеп, тезек теріп шаршаған Күнікей басы жастыққа тиген соң қор ете түсті дейсіз бе? Жоқ, көзі жуырда ілінбеді. Ұйықтайын деп көзін жұмса да, балдырғандай уыз дене шаршағанды елемей, местің емізігіндей бұлтиған жас көкірегін нәуетек, албырт жүрегі қайнаған шәугімнің қақпағындай бүлкілдетіп, қиялы бірден бірге көшеді. Көкірегін қысып ыстықтата берген соң, кірлеп кеткен тартқынның түймесін ағытып, жастығының астына салды. Кеудесі әнтек сая табайын деді. Жалаңқат көйлектен торсия білінген қос алмасын оңды-солды сипап, шалқасынан жатып, манағыны тағы ойлады. Манағы мынау еді. Құлтумаға ағайын Сүлеймен деген болатын. Оның қатыны Бәден. Күнікейдің Бәденнен жақын жеңгесі жоқ. Мана Бәден екеуі су әкеле жатып, шелектерін жерге қойып, демалып отырып шүңкілдескен. Еркежан, мен десең көн. Одан артық патшаның баласы керек пе? Құдайға шүкір жас емессің. Сендей күнімізде біз талай қызықты көргенбіз. Дүниеде бозбала құшқаннан қызық не бар дейсің? Сен оның дәмін әлі татқан жоқсың, білмейсің, деп қайдағы жоқты айтып қызықтырып азғырған. Күнікей әдегенде қойшы жеңеше деп арындаса да, әрі берден соң жер құшы бойланып, апатай тіпті жаным шошиды, жаман болады, адам қиналады дейді ғой деп екемге келген тәрізді болған. Қой енді, балалық қылма, сырғытқаның жетті ғой, бүгін қабырғаңа кеңесте бір жауабын бер деп жеңгесі кеткен. Жеңгесінің айналдырғаны жалаң бұл емес. 2 жылдан бері көр жерді айтып, құшақтауды, сүйісуді, қойынға жатуды, келіншек болуды сөз қылып, баулып, қылқылдай беретін. Бір ретте бәленшені қойның алсаң қайтеді дегенде, Күнікей апам айтам деп тұра жөнелген болатын. Содан бұлай жерге кіргір жеңгесі еппен айналдыруға, тана моншаққа, иіс сабынға қызықтыруға кіріскен. Бұл күнде Күнікейдің құлағы ондай сөзге әбден үйреніп, ойын-сауықта бозбалаға бетінен сүйдіріп, өзі де сүйіп, омырауын қыстырып, барлық сұмдықты әбден білген еді. Жалғыз-ақ ана жағына келгенде әнтек батылы бармай қипақтай беруші еді. Бүгінгі Бәден жеңгесінің айтқаны, Ордабайдың бір немересі Мәжікен деген жігіт еді. Мәжікен қатыны да бар. Жасы да 22-23-ке келген үлкен жігіт болса да, Қаршадайынан көршілерінің қыз-келіншегіне ауызданып, жаман үйренген ауыздықсыз бай баласы. Бозбалалығын әлі қойған жоқ еді. Қою қара қасты, қошқар тұмсықты, қызыл шырайлы, ат жақты, келбетті жігіт еді. Осы Бәденнің өзімен де, шешесі Шекермен де Мәжікен 14 жасынан бері айналыс қылған еді. Күнікей онысын қайдан білсін. Бәденнің Мәжікенмен әрі ескі тамырлығы бар, әрі жеңгетайлығын есептеп, әрі бай баласының буына жығылып, айдынынан қорқып, қалайда Күнікейді көндіріп беруге бұл жолы төс табанын сала кіріскен еді. Міне, Күнікейді ұйықтатпай ойландырып жатқан манағы осы еді. Күнікей бозбаламен неткен, қандай болады екен деп бір ауық әуес қылады. Біресе ұмсындықтың
күйеу қол ұстаған түні жан терге түсіп қиналдым дегенін есіне түсіріп қорқады. Жеңешемді өкпелетіп алам ба деп тағы ойлайды. Ойын-сауықта омырауынан қысқанда, тамағынан сүйгенде бойы шымырлап кететінін ойлағанда, одан да тәтті ме екен деп тағы қызығады. Біресе күйеуін де есіне алады, бірақ о жағына келгенде аяғына боқ басып алған кісіше жиіркенеді. Оған сақтағанша итке тастағам болмай ма? Оған қара басымда көп дегендей қылады. Қалайда Күнікейдің ақылы алтыға, ойы онға бөлініп, көпке дейін көзіне ұйқы келмеді. Кешке таман ала сиырдың бұзауы жоқ болып, Күнікей ауыл-ауылды қыдырып іздеп жүрді. Көз байланған қараңғы кез еді. Бидің ауылына қарай келе жатқанда аяқ астынан бір адам сораң етіп ұшып түрегелді. «Көтек!» деп жалт бергенше болмай қолынан шап беріп ұстай алды. Бұл әлгі айтқан Мәжікенмен немерелес Қасым деген жігіт екен. Қасым да қатын балалы сақалды жігіт. «Немене қоя беріңізші» деп бұлқынғанына қараған жоқ. Аш белінен құшақтай алып бір шөптесін шұқырға түсті. Күнікей не болғанын білмеді. Жүрегі аузына тығылып, қалшылдап, дірілдеп, кеудеден сақалдан итеріп, төбетпен жағаласқан мысықша шабылдап, шырылдап алыса кетті. Еңгезердей кісіге әлі келсін бе? Умаштап алып ұрды. Күнікей апатайлап шырылдай бастап еді, шығарма дымыңды деп аузын басты. Күнікей оған қорықпады, булығып қақалып, ойбай-ай, ойбай деп құлындағы дауысы құраққа ұшты. Сол-ақ екен, Күнікейдің оң жақ беті де ду ете түсті. Қасым жақтан тартып жіберген еді. Күнікей күйіп кетті, бетін тырнап кеп алды. Қасым, аузыңды деп бетін ұстай алғанда, тулап жүрген Күнікей қоянша бұлт етіп сытылып шыға берді. Сол кезде дүбірлетіп бір атты кісі де келіп қалған екен. Қасым қайта ұмтыла алмады. Күнікей үкідей ұшып үйіне тартты. Шаш будыраған, қамзолдың түймелері үзілген, көйлек жыртылған, өңі өрт сөндіргендей Күнікей күркесіне келе етпетінен түсіп, ышқынып, солқылдап жыламасын ба? Шешесі ойбай-ай, Құдай атқан-ай, кім тиді, не болды деп жұлмалап еді, қолын итеріп тастап, бүк түсіп, жастықты құшып, одан жаман кеңкілдеді. Бенің екі саумындай жылап, әбден сілесі құрып, мауқы басылған соң апасын оңаша шығарып алып кетіп сөйледі. Апасы үрейленді, таңдайын қақты, күйіп пісті. Бірақ тірі адамға ауыздан шығармайық, жабулы қазан жабуымен қалсын деген ойға келіп тоқтады. Кімді қиратсын, кім теңдік әпереді? Сол күні түнде Күнікей ұйықтай алмай жатқанда, бір адам шөпті сыбдырлатып, ептеп басып іргеге келгендей болды. Күркенің о жақ бұ жағына шығып тыңдады. Қайта Күнікейдің іргесіне келіп біраз отырды. Бір мезгілде іргеден суық қол кіріп келді. Күнікей «Бүгім» деп шап беріп ұстай алды. Қол ақырын ғана «Мен» деп еді Күнікей. «Мені кім өзі? Кет аулақ» деп даурығып қолын итеріп жіберді. «О, қай көргенсіз өзі? Кімді тәлкек қып жүр?» деп шекер де шаңқылдап басын көтеріп алды. Қол жылысып жөнелді. Ол манағы жеңгесінен сөз айтқызып жүрген Мәжікен еді. Таң алды кезінде Күнікей шырт ұйқыда жатыр еді. Жып-жылы төсіне бір суық қол тағы кеп тиді. Күнікей жұлқып кеп тастады. «Бұ қайсының?» «Мен, Мұсатай, тейт, әрмен». Сол кезде шекер тағы ояна келіп, «Өңшен көргенсіз аузыңа осы үйде әкелеріңнің көзі құны қалды ма?» деп аузы мұрнына шай қайната бастаған соң, Мұсатай итті абалата дүрсілдете жөнелді. «О не?» деп ұйқылы көзімен қоңқылдап құлтумада бір аунап түсті.